Елімізде өндірілген энергияның 6%-ын жаңартылған қуат көздері құрайды. Үкімет 2030 жылға дейін баламалы энергия үлесін 15%-ға жеткізуді көздейді. Бұл туралы Қазақ Green Fest 2024 үшінші халықаралық іскерлік фестивалінде айтылды. Ауқымды шараға бас қосқан сарапшылар жаңа технологияларға көшудің қыр-сырын талқылады. Мамандар жасыл энергетиканы кәдеге жарату үрдісі елімізде қарқынды дамып келе жатқанын айтты. Жасыл энергетикаға арналған Қазақ Green Fest халықаралық іскерлік фестивалі жыл сайын сала мамандарының басын қосатын бірегей алаңға айналды. Шараға елімізбен қатар әлемдегі жасыл экономикаға ұмтылған мемлекеттік және көптеген қоғамдық ұйымның білікті мамандары қатысты. Бүгінде жаңартылған энергия көзі секторының алдында маңызды міндеттер тұр. Яғни жаңа өндіруші қуаттарды енгізу есебінен елдің энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету көзделген. Сондықтан біз баламалы энергияны көміртегі бейтараптығына қол жеткізетін ең тиімді құрал деп санаймыз. Қазақстан Париж келісімін ратификациялаған санаулы елдердің бірі. Әрі 2060 жылға дейін көміртекті бейтараптық стратегиясын қабылдаған Орталық Азия өңіріндегі бірінші ел. Сондықтан еліміз үшін жел және күн энергиясын дамытудың маңызы зор. Мемлекеттік аралық келісімдер бойынша жасалып жатқан 3-4 гигаваттық жобалар іске асырылады. 18 жылдан басталған аукциондардың негізінде жасалып жатқан жобалардың арқасында біз осы 2030 жылы мемлекеттік басшылық қойған 15%-ға жету мәселесі, өйткені ол бірінші экологиялық мәселе. Жаңартылған қуат көзін өндіретін компаниялардың көбі еліміздің оңтүстік аймақтарында шоғырланған. Жалпы республика бойынша бүгінде 148 баламалы энергия өндіретін нысан жұмыс істеп тұр. Біздің ел 2060 жылға дейін көміртегі бейтараптығына толық қол жеткізбек. Ол үшін жасыл энергетиканы қарқынды дамыту жолдарын қарастырып жатыр. Қазірде салада ілгерілеушілік бар. Күн, жел және судан қуат көзін өндіру ол уақыт талабы. Бұл тұста қазақ елі жасыл энергетика үшін қажетті барлық шикізат қорына бай. Демек баламалы энергияның болашағы зор. Айнұр Қуатқызы, Артур Гашников, 24 KZ.